Бүгінгі шығарылымызда американдық актер, режиссер, хип-хоп әншісі және мотиватор Уилл Смит жайлы жақынырақ білетін боламыз. 1968 жылдың 25 қыркүйегі Филадельфиялық мектеп мұғалімі Кэрол мен инженер Уиллардтың отбасында екінші бала дүниеге келеді. Кіші Уиллард Смит жастайынан зерек болып өседі. Мектеп жасында сөзбен көптеген кедергілерден шыға білетін ол принц деген лақап атқа ие болады. Мектепті үздік бітірген Уилл әлемдегі ең мықты жоғары оқу орындарының бірі Массачусетстік технология институтынан стипендияға ұсыныс алады. Учился в MIT? Да? В MIT. Алайда ол ұсыныстан бас тартып шоу-бизнестегі карьерасын бастайды. Бала кезден заманауи музыкамен айналысқан кіші Уиллард рэпті өзінің кәсібіне айналдырды. Өзінің жақын досы Джефф Таусонмен топ құрады. Дуэтке ән сөздерін Уиллардтың өзі жазды. Ән сөздерінде цензураға сай емес сөздердің болмауы жас рэперлерді қаржылай жетістікке жеткізді. Өйткені олардың әндерін жеткіншектер ата-анасының рұқсатынсыз алуға болатын еді. Топ 80 жылдардың соңына қарай кең танымалдылыққа ие болды. Дуэт тіпті 1988 жылы Грэмми сыйлығына ие болған алғашқы рэперлер атанды. 21 жасында атаққа ие Уилл индустриядағы бәсекеге тап болып қаржылай қиындықтарға ұшырайды. Осы сәтте NBC компаниясы Уиллге Prince из Beverly Hills сериалында басты рөлді ойнауды ұсынады. Ұсыныс қарыздардан құтылып Голливудқа қарай қадам жасауға керемет мүмкіндік болатын. Сериал америкалық телевизияда 6 жыл жүреді. Мама! Сынок! 90 жылдардың ортасына қарай жас жеткіншектердің кумиріне айналған ол бірнеше толық метражды картиналарда шағын рөлдерде көзге түседі. Уилл Смит актер ретінде кең танымалдылыққа «Плохие парни» боевигінде ие болды. Майкл Бейдің фильмдегі полицей рөлі актерге танымалдылықпен қатар көрермен махаббатын алып келді. Уилл 96 жылы День независимости атты фантастикалық блокбастерді ұшқыш Стивен Хиллердің рөлін сомдайды. Катастрофияға толы фильм әлемдік прокатта $817 миллион жинады. Келесі жылы актер өзінің ең танымал кейіпкерімен қосылады. Люди в черном ғылыми фантастикалық комедиясы әлі күнге дейін өз жанрындағы үздік кинолардың бірі. Өзге ғаламшарлықтармен айналысатын құпия агенттік жайлы фильм әлемдегі миллиондаған көрермендердің жүрегін жаулап алды. Знаешь, в чем между нами разница? Мне очки идут. Бұл жылы актер өзінің қазіргі жолдасы Джада Пинкетпен отбасы құрды. Бүгінде олардан Джейден атты ұлы мен Уиллоу есімді қызы бар. 90 жылдардың соңы Уилл Смиттің карьерасына тағы бір оқиғамен есте қалды. Ол Дики Вест фильмінде түсу үшін Матрицадағы Неоның рөлінен бас тартады. Бірақ актер ол шешім үшін өкінген емес. Оның ойынша Киану Ривз Неоны ойдағыдан әлде қайда жақсы ойнаған көрінеді. 2000 жылдардың басында Уилл сапалы кино жұмыстарға қатысуды көздейді. Осындай мақсатпен ол келесі жылы Мұхаммед Алидің биографиялық фильмде басты рөлді сомдайды. Бұл ойыншын актер алғаш рет Оскар номинанттарының қатарына кіреді. Ты чурбан, ты не чемпион! Порхать как бабочка, шалить как пчела! О, болтай, пустозвон! Кому деньги мешают, пусть на Sony поставить! Мою силу он знает, вас от денег избавит! 2002 жылы Уилл «Люди в черном» фильмінің сиквеліне түссе, келесі жылы «Плохие парни» фильмінің сиквелінде бой көрсетеді. Әрине, қос фильмде қаржылай жетістікті мақсат етіп түсірілген ана. 2004 жылы актер өзінің үйреншікті полицей қызметкерінің рөліне қайта оралады. Бұл жылы Алекс Пройастың «Я робот» фильмде детектив Дэл Спунердің рөлін сомдайды. Адамды еріксіз ойға бөлейтін бұл фильмді көрермен жақсы қабылдады. Келесі жылы әлем экрандарында «Правила съема» Метод Хитч атты комедиялық мелодрамасы жарық көрді. Фильм прокатта өзін табысты көрсетті. 2006 жылы Уилл ұлы Джейденмен «В погоне за счастьем» фильмде басты рөлді сомдайды. Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Крис Гарнердің мемуарларына негізделген бұл фильмді әлі көрмеген болсаңыз, дереу алда көретін фильмдердің қатарына қосып қойыңыз. Келесі жылы актер Ричард Мэттисонның романының желісі бойынша түсірілген «Я легенда» фильмді ойнайды. Пост-апокалипсистік оқиғада аман қалған адамның шешімдерінің арасында конфликт аясында құрылған фильм критиктермен оң қабылданды. 2008 жылы Уилл Смитпен екі фильм жарыққа шықты. Бірі «7 жизней» драмасы болса, екіншісі «Хэнкок» фильмі. Екі фильмде прокатта өздерін жақсы көрсетті. Call me a jackass. One more time. Jackass. How about you, Thickness? Goggles?
Бұл жылы актер 80 миллион доллар табыспен Forbes журналы бойынша ең қымбат Голливудтық актерлердің тізімін бастады. Бұдан кейін актер киноға тек 2012 жылы 4 жылғы үзілістен кейін «Люди в черном» фильмінің треквелінде оралды. Фильмді алдыңғы бөлімнен қарағанда көрермендер де критиктерді жақсы қабылдады. Келесі жылы Уилл ұлы Джейден «После нашей эры» фильмді ойнайды. Өкінішке орай фильмді көрермен жылы қабылдамады. 2015 жылы Уилл Марго Роббимен бірге «Фокус» трагикомедиясында басты рөл сомдайды. Фильм аралас рецензияларға ие, сондықтан фильмді тамашалап бағасын өзіңіз берсеңіз болады. Келесі жылы актер супергеройлық амплуаға DC комиксінің «Отряд самоубийц» фильмінде қайта оралды. Кино біршама қаржылай жетістікке жеткенімен критиктермен нашар қабылданды. Сол жылы түскен «Призрачная красота» фильмде көрермен жақсы қабылдамады. Жылдың басында әйелі Джада Пинкет бастаған Оскар сыйлығына қарсы бойкотқа қосылды. – 2017 жылы Disney Гай Ричидің бастауымен Алладин музыкалық фэнтезийінің түсірілімін бастады. Түсірілім келесі жылдың ортасына дейін жалғасты. Бұл фильмде Уилл Смит Джиннің рөлін сомдайды. Фильм тек 2019 жылдың ортасына қарай жарыққа шығып, прокатта $1 миллиард аса табыс жинады. Уилл Смитпен кезекті фильм сол жылдың қазанында әлемдік прокатқа шықты. 20 жылдан аса өндірісте болған Гемини кинокартинасы $138 миллион бюджетпен прокатта $173 миллион жинады. Фильм Paramount кинокомпаниясының жарнамалық және де басқа да шығындармен қоса жалпы көлемі $111 миллион шығынға келді. Непорядок. Давай-ка забудем об этом. Осы жылдың қаңтарында әлем экрандарында «Плохие парни навсегда» фильмі шықты. Азды көпті 17 жылдан кейін Мартин Лоуренс пен Уилл Смиттің үздік полиция жұбы қайта оралды. Кричим и не кричим. Ага, тук-тук. Полиция Майами, лежать! Твою мать, ты слышал, что я сказал? Руки за голову, сейчас же. Майк, я разберусь. Ему сейчас пряник нужен, а не кнут. Чего? Смотри и учись. Сэр, я понимаю, вы напуганы, иногда страшно. Ну чё, пряник сработал? Кассалық жетістіктен кейін Sony студиясы 4-ші фильмнің болатынын хабарлады. Актер қатысатын келесі жоба режиссер Маркус Гриннің «Король Ричард» спорттық драмасы. Фильм прокатқа қарашаның аяғына қарай шығады деп жоспарлануда. Жарияланған синопсиске сүйенсек, картина атақты теннисшілері Винус пен Серена Уильямстың әкесі жайлы болмақ. Шығарылымызды Уилл Смиттің шынайы эмоциясымен аяқтаймыз. Көріскенше достар. The Suicide Squad is in the Batman world, so it's in the DC Comics world. You know, it was cool. I made a lot of movies. It's all good. And, I was like, it's another movie. It's another movie, Yeah. And the Batmobile came around the corner. Yeah. And I was like, oh!